Сәлем достар, сіздерге бүгін осы тақырыпты ашып айтып түсіндіретін боламын. Баланың 1,5 жас ақшасы созылады ма? Саламатсыз ба? Жоқ, болмайды ғой. 1,5 жасқа дейін до 1,5 года алады, одан кейін одан ары қарайғысы жоқ. Қазіргі шығып жатқандар былай ғой. 1,5 жасқа дейін алады, одан кейін жұмыссыздыққа тіркеліп, жұмыссыздық жәрдемақысына сразу, мысалы біте салысымен сразу заявка беріп үлгереді да. Соңғы жоқ, ипмен шыққандар алады тағы. Соны білесіз ба деген біраз болды мен естіп жүргенмін. Сіз сұратқанға білесіз ба допша? бұрыннан бар нәрсе болатын болса, ол тек қана жұмыссыздық жәрдемақысы. 1,5 жасқа дейінгі пособиясы тоқтайды. Пособиясы тоқтағаннан кейін барып қана сол жәрдемақыға заявка бере алады. Сол ғой баяғыдан келе жатқан. Осындай сұрақтар маған өте көп қойылады. Қазіргі желіде баланың 1,5 жас ақшасын созып беремін деген жарнаманы көп көреміз, иә. Бірақ бұл жалған ақпарат. Именно баланың 1,5 жас ақшасы созылмайды. Жұрттың айтып жүрген жәрдемақысы ол жұмыссыздық жәрдемақысы. Жұмыссыздық жәрдемақысында барлығына бірдей алынбайды. Оның да арнайы шарттары бар. Мысалы, сіз арнайы мекемеде жұмыс жасап, декретке шыққан болатын болсаңыз, және ол жұмысқа қайта оралатын ойыңыз болса, бұл жәрдемақыны ала алмайсыз. Егер жоқ, бұл жұмысты жасамаймын дейтін болсаңыз, трудовой договорды бұзып, жәрдемақыға өтініш берсеңіздер болады. Бұл жәрдемақыға өтініш беру үшін трудовой договор болмауы керек, және де атыңызда жеке кәсіпкерлік ИП, КХ, ТО деген сияқты жеке кәсіпкерліктеріңіз болмауы тиіс. Одан кейін барып, ең маңыздысы, соңғы 24 айдың ішінде 6 айдан кем емес әлеуметтік аударымдар болуы тиіс. Ол қалай десеңіз, мен сіздерге қазір түсіндіретін боламын оны. Бізде сіздер мысалға бүгін жәрдемақыға заявка берейін деп жатқан болатын болсаңыздар, бүгінгі күнмен соңғы 24 айды есептейтін боласыздар. Қазір көрсетем. Бізде бүгін 17-сі, иә, 17 октябрь. Мана бізде 17 октябрь. Біз соңғы 24 айды есептейтін боламыз. Бізде сентябрьдің 17-сі, сентябрь айы уже бізде 1 ай болып есептелінеді. 1 ай, 2, 3, соңғы 24 айды есептейміз осылай. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 ай, 8 ай, 9 ай деп. Бізде 2025-тің январы 9 ай болып тұр. Енді 2024 деп аламыз ойша. 9 айы де 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 дедік. 2024 жылдың январ айы бізде 21 ай болды. Енді 2023 деп ойша аламыз. 21, 22, 23, 24. 2023 жылдың октябрь айынан бері қарай есептейтін боламыз. Оны сіздер әлеуметтік аударымдар анықтамасын ала аласыздар. Өздеріңіздің егов кабинеттеріңізден ала алсаңыздар болады, Каспийден алсаңыздар болады. Ол әлеуметтік аударымдар, міне, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыға әлеуметтік аударымдардың жай-күйі және қозғалыс туралы ақпарат беру деген. Осы анықтаманы ала аласыздар. Барлық периодқа ала алсаңыздар жақсы негізі. Одан кейін ең соңғы астыңғы жағына барып аламыз. Міне астыңғы жағына қарасаңыздар, мен мына клиенттің қазір сіздерге есептеп көрсетіп беретін боламын. Бізде 2023 жылдың октябрьнен бері қарайғысын алатын боламыз. 2023 жылдың 2 айы біз есептелінбейді, себебі февраль айы болып тұр. 1 айы да есептелінбейді. Мынау 2023 жылдың 10 айы, октябрь айы екен. Бұл ай есептелінеді. Бұны 1 деп аламыз. Біз 6 айды есептейміз қазір. 1 ай бар. Одан кейін 9-ы 2023 жылы есептелінбейді. 12 ай 2023 есептелінетін болады, себебі бері қарайы 2 ай, 11-ы 2023 есептелінеді, 3 ай болды соңғы 24 айды. Одан кейін 12-2023-те тағы біреу бар екенмін, 4 айы болды. 2023 жылдың ноябрь айында тағы бір төлем бар, 5 ай болды. 2023 жылдың октябрь айында тағы бір төлем бар екен. Сонымен бізде 6 ай болды. Соңғы 24 айдың ішінде 6 айдан кем емес төлем болу керек. Егер 6 айдан кем болатын болса, 5 ай, 4 ай, 3 ай болатын болса, онда бұл жәрдемақы тағайындалмайды. Бізде 6 ай болды. Ары қарай 09-2023 есептелінбейді, сентябрь, август, июль есептелінбейді. Басқа айлар бізде есептелінбейді екен. Бізде қазір ровно 6 ай болып тұр. Осы айда жәрдемақыға заявка беріп үлгеруіміз керек екен.
уже келесі айдан бастап бізде 11 айдан бастап есептелініп кететін болады. Сол 11 айдан бастап есептелінетін болса, бұл жерде 4 ай болып қалатын болады. Жұмыссыздық жәрдемақыға егер жұмысыңыздан айырылған жағдайда тезірек беруге тырысыңыздар. Соңғы 24 айда әлеуметтік төлемдер көп болған сайын сіздің алатын жәрдемақыңыз да көбірек болады. Сол себептен жәрдемақыға сразу тезірек заявка беруге тырысыңыздар. Енді ары қарай жәрдемақы барлығына бірдей 6 айға дейін тағайындала бермейді. Кейбір адамға 1 айға тағайындалуы мүмкін, 2 айға тағайындалуы мүмкін, 3 айға, немесе 4 ай, 5 ай, солай 6 айға дейін тағайындалады. Кейбір адамдарға 6 айға толық тағайындалуы мүмкін. Барлығына бірдей 6 айға тағайындала бермейді. Осы жәрдемақыға қалай өтініш береміз дейтін болсаңыздар, менің осы YouTube каналымда тегін видео сабақ бар, соны көріп, содан жасасаңыздар болады. Осымен болды. Егер видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.